Түркістан облысының жылжымалы басқару пункті қазіргі таңда Қазақстанда жалғыз арнайы тапсырыспен жасалынған. Бұл 2023 жылы қыркүйек айында біздің Түркістан облысы төтенше жағдай департаментінің балансына алынды. Бұл командалық штабтық машина барлық заманауи байланыс түрлерімен қамтылған. Сондай-ақ бұл командалық штабтық машина заманауи дронмен қамтылған. Бұл дронмен төтенше жағдай орын алған жердің барлау жұмыстарын жүргізу мүмкіншілігі бар. Сондай-ақ сол жергілікті халықты құлақтандыруға және де күштер мен құралдарды басқаруға арналған 4 дауыс зорайтқышы бар. Бұл тұрған жерінен және де баратқан жерден жүзеге асырылады. Бұл командалық штабтық машина кез келген төтенше жағдай орын алған кезде байланыс ұйымдастыруға дайын.